тілі, ол менің ана тілім, қазақ тілі. Осы әнде айтылған алашымның қуанышы, қайғысы, азат мұңы. Тілмен бірге қазақтың қазақтығы, тілмен бірге қазақтың азаттығы деп ақын Балғынбек Имашев жырлағандай, еліміздің жарқын болашағы қазақ тілі екендігі анық. Олай болса, құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, тұңғыш президент күніне сәйкес келген қазақ тілі пән бірлестігінің 10 күндігін ашық деп жариялаймыз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы қазақ тілінің мәртебесіне аса көңіл бөлді. Оның қазақ тілі мемлекеттің барлық азаматтарын біріктіруге қуатты. Мемлекеттік тіл ұлттық саясаттың діңгегі болуы тиіс. Қазақ тілін бәріміз ардақтаймыз деген сөздері дәлел. Ендеше оқушыларымыздың дайындаған әдеби монтажына кезек берейік. Амансыз ба, аяулы ұстаздарым? Өзіңізге сағынышпен сәлем бердім. Пандемия кесірінен бәрімізде мектебімен құрдастарды сағынып ек. Руханият бірлестігінің ашылуы тұңғыш президент күніне сәйкес келген. Еліміздің іргетасын қалап кеткен елбасына алғысымыз шын жүректен. Құтты болсын қос мейрам бәрімізге. Тезірек бітсе екен бұл карантин, бұл карантин. Сұлтан Махмұт Торайғыров, ана тіл. Сүйемін ана тілді, туған тілді. Бесікте жатқанымдақ берген білім, шыр етіп жерге түскен минутымнан құлағыма сіңірген таныс үнін. Бауыржан Момышұлы, қазақ тілі соғымен бой балқытып, тамыр шымырлататын жан жеңді жандырып, құлақ құрышын қандыратын, өткірлігімен қысылтаян тұста ер мен елге бірдей медет беріп, адам түгіл жағдайдың өзінің аузына құм құятын ғажайып кемел тіл. Ата-бабам мың сынаққа шыдаған, тәңірден тек тәуелсіздік сұраған, азаттықтың ақ таңы үшін тер төккен тұңғыш қазақ президенті Нұр ағам. Елбасы елді қорғайды, халық қамын ойлайды, осындай жақсы адамның жақсылығы тарайды. Тәуелсіздікті елге сыйлады, бейбітшілікті қалады, орындау арманы халқымыздың ажарлы. Осының бәрі әрине елбасының арқасы. Құрметті біздің сүйікті де сүйкімді шәкірттеріміз, сіздерді аталған жоспар бойынша белсенді жұмыс жасауға шақырамыз.